Армысыздар, Алтай жастары студенттер телерадио кешенінің көрермендері. Бүгінгі ашық сұхбат бағдарламасының қонағы Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Алтын қалам, алтын тобылғы әдеби сыйлықтарының иегері Есболат Айдабосын. Қош келдіңіз аға. Сізбен сұхбаттасатын мен Әділ Әуесхан. Сізге қояр алғашқы сұрағым, сіз 2002 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдапсыз. Журналистика саласына бет бұруыңызға не себеп болды? Негізі әу баста мектепте жүргенде бір осы әдебиетке бір ықыласым оянған бір 8-9 кластарда. Онан кейін журналистикаға да қызмет істегім келді, журналист болғым келді. Бала күнгі армандар ғой. Бірақ өмірдің жолы басқаша сызылып, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқуға түстім. Бірақ дегенмен жаңағы ар жақтағы сол бала күнгі арман ой тыным бермейтін. Мен әдебиенді қолға диплом алған сәтте де мен мектепке барып сабақ беріп мұғалім болып тұрғанымды өзімді елестете алмадым. Мұғалім бола алмаймын ау деп, қой мен қалайда мынау журналистика саласында бақ сынап көруім керек екен деп, сол жылы Қазақ радиосына бардым. 2002 жылы диплом алатын кезде радиоға барсам, кіре берісінде енді қазір кез келген мекемеде күзетшілер тұрады, осы күзетшілерге барып мән-жайды айтып жатырмын, осындай журналист болғым келеді, кімге барып жолығам, сөйтіп тұрғанда бір мұрты қияқтай бір кісі келе қалды, не болды деп сұрады. Сен мына бала журналист болсам деп жүр дейді. Жүр онда деп кіргізіп болды ана кісі. Кім боласың дейді, мен диктор болам деп қоям. Апарт онда жүр деді да, дикторлардың арасына алып барды. Аманжан Еңсебайұлы, Ұлжан Пармашқызы, Бүркіт деген ағамыз бар. Өңшең Қазақ радиосындағы дауысы күмбірлеп тұрған үлкен ақсақал дикторлардың арасына апарып тастады. Мына бала диктор болам дейді. Соң ол кісілер тұрттап оқытып көрді. Соң кейін оқыдым. Кім болғың келеді, қайдан шықтың, анау қайда оқыдың, бәрін сұрап отыр. Соң айтты, диктор болушы қайда қашпайды. Алдымен журналист болып үйрен. Бірінші мәтін жазып үйрен, текст жазып үйрен. Содан кейін барып диктор боласың. Қазір сен біреудің жазған текстін оқып бересің, сенің ар жағыңда түк жоқ. Бір қуыршақ, жанды қуыршақ сияқты оқып қаласың. Сондықтан журналист болғың келе ма деді. Болғым келеді дедім. Олай болса біз саған бір айға кіріп шығатын рұқсат қағазын жазып берейік. Осында кел деді. Жарайды дедім. Соң ол кісілер бір әдеби хабар жасайтын Қанат Тәкебаев деген кісінің қасына қосты. Сөйтіп айтыр, сол Қанат Тәкебаевтың артында салпақтап білесіп жүрем, әр нәрсені үйренем. Сөйтіп салпақтап жүріп, менің журналистикадағы соқпағымда басталып кетті. Сөйтіп айтыр, әр жерде тәжірибе жинап бүйтіп. Сол шамамен где-то 2003 жылдың қаңтарында айтыр, заңды түрде журналист болып қатарға қосылдым. Шахар деген телерадиоға. Компаниясы болатын Алматыда қалалық. Соған қызметке қабылдандым. Сонда бір жылдай үйрену, тәжірибе алмасу, стажировка дейміз ғой. Сондай этапта жүрдім. Сол қалың жұртшылыққа Апта-KZ бағдарламасы арқылы танылдыңыз. Қазір Жетісу телеарнасындағы қателік бағдарламасын жүргізесіз. Журналистика мамандығы жүгі ауыр мамандық. Сол ауыр жүкті көтеріп тұру үшін қандай кәсіби іскерлік қасиеттер дамытуымыз керек? Журналистика көп адам сол менің балаң түсінігім сияқты қабылдайды көп адамдар. Журналист деген эфирге шығып, әп-әдемі болып, жаңалықтарды оқу, журналистика деген жаңағындай ток-шоуларды жүргізу, сондай деп қана қабылдайды. Бұл бірақ қарап тұрсақ, журналистика деген ең бір ауыр, машақаты мол, үлкен жүйкеге үлкен салмақ түсіретін қызмет. Мұны біз кейін журналистиканың ішкі кухнясы дейміз ғой, соған араласқаннан кейін барып түсіндік. Сондықтан журналистика мамандығын таңдап жатқан қыз-жігіттер соған дайын болып келу керек. Ал оған дайын болмай, бұл журналистикадан тек жұлдыз болам деп қана келсе, ол адам алғашқы күннен соқ қалады. Соң кейін өзі армандап келген дүниеден 1-2 айдың ішінде айнып шыға келуі мүмкін.
сондықтан журналистика бұл үлкен еңбекқорлықты, қарапайымдылықты талап ететін қызмет, бұл табандылық талап ететін қызмет. Журналист деген ол, осы қазір сен облыстың бірінші басшысынан сұхбат алуың мүмкін. Сонымен бір кесе шай ішіп, емен жарқын сұхбат алуың мүмкін. Бір сағаттан кейін сен осы облыстағы бір базардың жанында өмірде жолы болмаған бір араққа салынып кеткен бір бомж дейміз ғой, сондай адаммен де сұхбаттасу мүмкін. Мұнда сен анаумен қандай сұхбаттассың, ана адаммен қандай сұхбаттассың. Бұнда контраст деген журналистикада сен әкімнің алдына барғанда сен именбеуің керек. Әкімнің алдында барып қалтырап дірілдеп, ал ана жаңағы бомжға барып сен дікеңдеп сұрақ қойып отырсаң, онда сенің ешқандай да арғы стержінің жоқ. Өзіңді өзің бағаламайтын журналист. Сен әкімнен де қорықпай сұхбат алуың керек, тең деңгейде. Және жаңағыдай төменгі деңгейдегі қоғамның мүшелерімен де сол деңгейде сұхбаттасуың керек. Сен бәріне теңдей қарауың керек. Журналистикада сол өте қажет. Сонан кейін қазіргі журналистикада бейтараптылық, ақпараттық бейтараптылық деген дүние бар. Бізде бір шындықты айтамын деп, халыққа жағам деп, халықтың сөзін сөйлеймін деп, кейде бір заң аясынан кішкене заңды белден басып кетіп жататын жағдайлар болады. Мысал үшін айтайық, бір кәсіпкер бір жерден, бір ауылдың шетінен өзінің жаңағы автокөлік жуатын орталығын салды. Ол жер неше жыл уақыт бос тұрған. Сол бос тұрған жерді ауылдың шетіндегі тұрғындар жол жасап алған, жаңағы кәсіпкердің жерінің үстінен. Кәсіпкер келді де ол жерді қоршап, енді өзінің жаңағы бизнес нысанын салғысы келді. Бірақ халық шулады, біздің жолымыз жауып тастады, біз анау негізгі трассаға осы жолмен шығатынбыз. Мынау келді де біздің жолымыз шулады. Журналистті шақырды. Журналист шығып алып, жаңа жерде қарапайым халықтың жолын жауып тастаған мынау бай бағлан қайдан шыққан деп тұрып ананы сойса, онда ол кішкене ақиқаттан аттаған. Заңды жүзде ол кәсіпкер ол жерді бір 10 жыл бұрын сатып алған, бірақ игеруге мұршасы болмай қазір қойып қойған. Сол арада ол жер жолға айналып кетті. Соның бәрін анықтап, бүгесін, шигесін зерттеп барып, ол кәсіпкер де айналып келгенде халықтың бір ұлы, халықтың бір бөлшегі. Оның да құқығын қорғауымыз керек. Халықтың да. Халық сен айналма жолды алысынып төтесінен жаңа кәсіпкердің жолымен жерінің үстімен жүре бергісі келеді халық. Халық оны білмей тұрған шығар мүмкін. Соны сен сюжет жасағанда екі жақты тең ұстауың керек. Сен егер ана жерде шығып алып, халықты бүйтіп, мынау ақшалы кәсіпкер бүйтіп қиянат көрсетіп жатыр десең, эмоцияға берілмеу керек. Бір одан кейін жаңа кішкене анық-қанығы мәселені тергеп тексеріп алу керек. Сондай жағдайлар бар. Біз әйтеуір халық шулады екен деп кейде көбіне халық жағына шығып кете береміз. Бірақ екінші жақта да халықтың өкілі бар ғой. Кәсіпкер де сол ол бір қалталы болған үшін кінәлі емес қой. Оның да құқы бар, оның да жағдайы бар. Сондай жағдайларды байқап қалам. Журналистер тарапынан сол жағына мән беру керек. Осы сол журналистик мамандықта сіз өзіңіз ішкі қайшылыққа тап келген кезіңіз болды ма? Бір белгілі бір ақпаратқа байланысты сұрап отырсыз ба? Ақпаратты тарату. Мынандай бір жағдай болды. Алматыға бір күні бүкіл әлеуметтік желіде сол кезде неміс қазақтарға қымыз ашытуды үйретемін деп Германиядан бір неміс келіпті. Сол неміс ертең журналистермен кездеседі екен деді. Ойбай, бұл не деген сұмдық? Қазақ өзі жылқының үстінде өскен қазаққа қымыз ашытуды үйретемін деген ол қандай дандайсыған неміс деп бәріміз үре-түре келдік. Содан кейін бәріміз сондай немен қаруланып бардық жаңағы неге. Бір күн бұрын одан КТК 31 сияқты
бір түрлі телеарналардан бір күн бұрын жаңа ақпарат тарады, осындай Сольман деген неміс келе жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Бәріміз де кәдімгідей жаңағы неміске немен бір ашу ызамен бардық. Баспасөз конференция, сіз осы қымызды патенттеп алыпты деді. Соңын сұрақ қойды, жаңа жерде тұрды да. Мен сұрақ қойдым, сіз өйстіп қымызды патенттеп алды дейді, осы рас па деп. Соңын Сольман күлді. Ол қымызды патенттеу мүмкін емес деді. Мына минералды су не қымыз не бірдей. Бұл минералды суды біреу Тассай маркасымен шығарады, біреу Сарағаш, біреу тағы Вита, тағы бір неше түрлі. Бұл су, бұның негізі су. Биенің сүті негізі су. Мен оны біреу алады да Сольман қымызы, біреу Сарыарқа қымыз, тағы біреу бірдеңе қымыз, тағы біреу бірдеңе қымыз деп шығара берсін. Ол сол өзінің брендін ғана патенттеп ала алады. Ал негізі қымызды патенттеп ала алмайды. Мүмкін емес ол дейді. Сол кездегі көзіміз жетті. Бірақ сондай ақпарат тараттық. Бірақ кешкісін қарасақ, кейбір әріптестеріміз жаңағы әуел баста өздері қандай ұстаныммен келді. Ашу ызамен жаңағы қазақ құран салып, қымызыңнан айырылдың, неміс сенің қымызыңды патенттеп алды, енді келіп саған қымызды ашытуды үйретуге келді деген ұстаныммен келіп айқайлатып эфирден беріп жатты. Мен соны таң қалдым. Сонда ой не, әйтеуір бір айқайлатып материал беру ма, ол халықты бірдеңеге бір халықтың ашу ызасын тудыруды көксей ма. Сонда сол жаңағы немістің технологиялары бар, қандай екен қымыз ашытудағы? Ол немістер бе? Біз ол кезде оны Айтуған деген қазақтың мықты кәсіпкері алып келген. Ол Айтуған біз ол кезде қымызды саумал күйінде және қымыз күйінде ғана ішетінбіз. Ол немістер ол кезде биенің сүтінен мынау әйелдер бетке жағатын крем дейміз ғой, майлар жасайды, биенің сүтінен шоколад жасайды, биенің сүтінен тағы бірнеше. Мынау сиыр сүтінен қандай не жасалынады? Балмұздақ жасалады, шоколад жасалады. Соның барлығын биенің сүтінен жасауға болады екен. Оның бәрінің пайдасы сиыр сүтінен әлдеқайда пайдалы екен. Мысалға биенің сүтінен жасалған балмұздақ, мысалы, соның бәрін жасауымыз керек деп, Айтуған деген жігіт жаңағын қасынан барып үйреніп келіп, әйтеуір шапқылап жүретін, кейіннен сол шығарды ма, шығара алмады ма, білмеймін. Соны завод өндіріс іске қосам деген. Сөйтіп, сол кездегі бір ақпараттық қайшылыққа ұшыраған кез болған сондай. Осы биылғы жылғы Қазақ пен қала прозалық байқауына жаза деген әсерлі әңгіме жіберіпсіз. Қалай ойлайсыз, бас кейіпкеріңіз жиғанның бәрін бергенмен жазадан құтыла ма? Бұл енді өмірде болған, өзім көрген адамдардың тағдыры еді. Үш жігітті танимын. Бірақ мен енді қаншалықты бере алдым. Көп осылай жаза басып. Жаза дегенде екі түрлі мағына бар. Біреусі Құдайдың берген жазасы, екінші жаза басу. Бұл жерде жаза басты жігіттер. Жоқшылықтан келді, ақшаны көрді, сондай жаман жолға түсті, шалқып тасып өмір сүрді. Бірақ айналып келгенде Құдай ешқайсысын бір жазасыз не қылмады. Бергенде сумен келген дүние сумен кетеді дейді ғой. Сумен келген дүниелер сумен кетті. Қазір ақырда сол дұрыс болған жоқ солардың ешқайсысы. Жаңағындай болды сол неде суреттегендей. Біреусі кәдімгі жиған терген бәрін беріп жатып әрең құтылды. Сол кезде мен сол жылдары бізде жаңадан жігіт болып жүрген кезіміз, студент болып қатты қызығатымыз. Осылай өмір сүруге болады екен ау деп. Бірақ айналдырған бір 7-8 жылда олармен Құдай есеп айырысып тастады деп ойлаймын. Сол кезде мен таң қалдым. Бұл өмірдегі кез келген істің өзінің бір жауабын беретін, есебін беретін кез болады екен ау деп. Мына жігіттердің мысалы соны мен енді бір әңгіме қылып жазды. Мен қаншалықты сәтті шықты. Бірақ әйтеуір ішімдегі бір дүниені ақтардым, сол ғана маған олжа.
қалай болды, оны енді оқырман бағалайды. Осы әлем әдебиетінің классиктерінің кімнің шығармалары сіздің жаныңызға жақын? Маған реалист жазушылардың шығармаларын сүйсіне оқимын. Лондон. Джек Лондон, Драйзердің «Капиталисі» болсын, Сестра Керри, барлығы осы ол Америка жазушылары. Оқысаңыз, қазіргі біздің қоғам соларда осы бір 50-60 жыл бұрын болып кеткен сияқты. Қазіргі біздің мінез сол кезде солардың кітабында жазылып кетті. Солардан бір 50-60 жылға кейін деп қоғамымыздың келе жатқан көремді. Сол мінез, сол адам, тек қана кейіпкерлерінің атын өзгертсең біздің қоғамға сала салуға болатындай. Ағылшын әдебиетінен де талантты жазушылар көп қой енді. Бірақ кейбіреулерінің мен идеясын қабылдай алмаймын. Кейбіреулерін талантты шығарма, мықты шығарма, бірақ соңғы идеяларына мен кішкене келіспей қалатын тұстарым болады, өзім оқырман ретінде. Жат мінез сіңіріп жібергісі келіп тұрған. Сондықтан соның бәрін бір оқығанда да фильтрмен оқыса, қазақ көрер оқырмандары керектісін алып, керексізін ғана алып отыратын болсақ деп ойлаймын. Мысалы, Оскар Уайльд деген ағылшынның мықты талантты жазушысы бар. Дориан Грейдің «Портреті» деген тамаша шығармасы бар. Сондағы бір еркек пен еркектің ара қатынасы сияқты бір нелер бар, көріністер көп. Кейіннен бұл мен бірінші сол шығарманы өзін оқыдым. Кейіннен Оскар Уайльдтың өзінің өмірбаянымен таныссам да, оның да өмірі солай болған екен. Ол қоғамнан алас сатылып қуылған екен Францияға. Сондай бір баламен, жас баламен жақын қарым-қатынаста болды деп айыпталған екен. Автор өзінің бойындағы психологиялық проблеманы шығармасына салған екен. Ал оны біз оқып алып, сол күйі сіңіріп, анау талантты адамның қаламы көпке бір ой салып жібереді. Шығармаға сүйсініп отырып, біз ана мінез сіңіріп алып кетуіміз керек. Біздің қоғамдағы кейбір мынау педофилдік, бір жынысты неке деген сияқты кейбір дүниелер сондай талантты қаламгерлердің шығармалары арқылы сіңіп кетті ма деймін. Жалпы қазіргі адамзат өркениетіндегі үлкен бір мәселе ғой қазір. Батыста болсын, осы Европада, Америкада болсын, қазір бір жынысты неке дегендер бір қалыпты жағдайға айналып келе жатыр. Осының алдыңғы шебінде сол менің ойымша қаламгерлер тұрды. Олар өздерінің сол бір идеяларды шығармаларына жазды. Ол шығармалар кейіннен сахналанды, экрандалды, киноларға түсті. Кинолар арқылы қоғамға қайта сіңді. Сөйтіп сіңіріп, қазір осы жағдайға жетіп отырмыз. Бұл үлкен проблема. Негізі оны фильтрі бар, сүзгісі бар. Оқыған кезде өзі керегін алып, керек емесін тастап отыратындай оқырмандар болмай қалды да, оны бірден сіңіріп алып, жастар әсіресе бірден сіңіріп алып жатты. Сондықтан адамзат өзінің бір ақыл ойының шырмауына шырматылып жатыр қазіргі заманда. Есболат аға, сіздің алтын уақытыңызды қиып түспелі сұхбат бергеніңізге рахмет. Әмән да қызығы мен шыжығы қатар жүретін, жұрттың көңіліне қонбай, көкейінде жақпай жүрген мәселелерді қозғап, шешімін табуға тырысатын, ақпараттық технологиялар дамыған заманда жанкешті ақпараттық майданға түскен білімді мамандардың абыройы арта түссін. Бүгінгі ашық сұхбатымыз осымен мәресіне жетті. Жүздескенше аман саулықта болайық.